Біз 10 жылдық тарихымызда Қазақстан бойынша өңірлерде 19 спорт кешенін және 100-ден астам ойын және спорт алаңдарын салдық. Самұрық-қазына Траст қорының бастамасымен ашылған бұл спорт кешендері жыл сайын 750 мыңнан астам тұрғын үшін қолжетімді бола түсті. Әсіресе заманауи спорт инфрақұрылымы мүлдем болмаған ауыл мен өңірлер үшін бұл маңызды мүмкіндікке айналды. Жаңа кешендерде балаларымыз футбол, дзюдо, күрес, волейбол, баскетбол және де өзге де басқа спорт түрлерімен айналасуда. Тіпті көпшілік баланың үйінің жанында спорт кешендері ашылып, олар тегін жаттығудан өтіп, бүгінде кәсіби спортқа бет бұрып, чемпион атанғандар бар. Биыл біздің қазақстандықтарға айтар жақсы, жағымды жаңалығымыз бар. Самұрық-қазына қорының бірыңғай қайырымдылық операторы Самұрық-қазына Траст бастамасымен биыл Қазақстанда тағы да 11 жаңа спорт кешенінің құрылысы басталды. Ал оның 3-еуі ерекше қажеттіліктері бар балалардың спортпен шұғылдануына арналған инклюзивті спорт орталықтары. Бұл жай спорт нысандары емес, керісінше бұл мыңдаған отбасы және бала үшін жаңа мүмкіндік, денсаулық және болашақ.